Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі күні сіздерді тағдырды көргеніме өте қуаныштымын. Біз жаңа тақырыпты бастамай тұрып, сіздердің өткен тақырыпқа аса назар аударайық. Өткен тақырыбымыз біздің ұлттық аспаптар болды. Өздеріңіз білесіздер ғой, иә? Ұлттық аспаптар, қандай ұлттық аспаптар дейміз? Домбыра, қатыры, қобыз, жетіген, дауылпаз. Өте жақсы, керемет, көп рахмет. Және кімге мирас саған сұрақ, жаңағы өзің айтып өткен ұлттық аспап домбыра қандай түрге жатады? Домбыра шертпеді. Шертпе түрі. Қобызды шертпеді. Шертпе. Және шертпе. Аспапқа жатады. Бүгін біздің жаңа тақырыбымыз, сабақтың тақырыбы үстел ойындары. Үстел ойындары және шығу тарихы. Осыған байланысты біз сабағымыздың мақсаты тарихи және мәдени шығу тегі, әртүрлі өнер, қолөнер мен дизайн туындылардың ерекшеліктері туралы түсінігін көрсету сабақтың мақсаты. Одан кейінгі бағалау критериялары. Бірден біз үстел ойындарына тоқталайық. Үстел ойындары дегеніміз не? Негізі жай былай, үстел және ойын деген сөз өзі екеуінің сөз мағынасын түсініп тұрмыз ғой, ойын яғни ойындар. Біз жерімізде кез келген ойындар бар, ұлттық ойындар. Мысалы, ұлттық ойындарға тоқталайықшы, ұлттық қандай ойындар бар? Тоғызқұмалақ. Үстел емес, басқа да. Басқасын айта береміз. Асық ату, дұрыс айтасың. Бәйге. Бес асық. Аударыспа, арқан тарту. Сол секілді біздің қазақ халқының бізде үстел ойындарының түрлері бар. Яғни кез келген нәрсенің түрлері болады. Үстел ойыны, немесе дала ойыны, ішкі ойын деген секілді, соның ішінде үстел ойындарына біз жекелей тоқтап өтеміз. Үстел ойындары дегеніміз не? Ағаш тақтай ойын, үстел үстінде алдын ала дайындалған ойын алаңын пайдаланатын ойындар. Үстелдің үстінде алдын ала дайындалған ойын орындарын пайдалана отырып ойналған ойындарды біз үстел ойындары деп атаймыз. Балалар, келесі біздің слайдта өздеріңіз көргендей қараңыздаршы. Үстел ойындарының түрлері шығып. Үстел ойындарының түрлері. Яғни біз жаңа алдымызда айтып өттік қой, сыртқы ойын, дала ойындары болады, үстел ойындары. Енді үстел ойыннан біз төрт несі шығып тұр. Шахмат, домино түрі, нарды түрі, тоғызқұмалақ түрі. Шахмат жөнінде білесіздер ғой? Кім біледі? Әлі айта қойшы, шахмат жөнінде? Бұл үстел ойыны, онда екі адам ойнайды және соңында жеңімпаз анықталады. Онда көптеген фигуралар бар. Ой, жақсы, керемет. Рахмет. Келесі, домино. Мына дейді? Домино екі ойыншы ойнайтын ойын. Қарамағасы. Екі ойыншы болғаннан кейін қорытындысында не болады? Жеңімпаз бен жеңілуші болады. Қызық ойындардың бір түрі. Рахмет. Нарда. Мирас. Екі ойыншы ойнайды. Ол іші арасында кубик арқылы жүрісті анықтайтын жүрісті анықтайды және де жеңімпазды анықтайды. Көп рахмет. Және бізде тоғызқұмалақ. Қазақтардың дәстүр ойыны және ада екі адам ойнайды және соңында жеңімпаздар шығады. Құрметті оқушылар, келесі жаңа біз айтып өттік қой, шахмат түрлерінің бәрін айттық. Соның ішінде біз шахмат ойыны жеке тоқталсақ, шахмат ойыны ақыл ой спорт түрі екен. Шахмат сөзінің мағынасы патша. Шах деген сөз
Яғни жаңағысы, екіншісі мат деген сөзді не алады. Біз көбінесе ойын түрлерінде кездесеміз ғой. Біреуі шах қойып отыр, біреуі келесі мат қойып отыр. Яғни ойынның аяқталуы деген. Ойынның аяқталуы деген. Ал енді біз қызықты, жаңа сіздердің айтып өткендеріңізге толықтырып өтсек, біз шахматты айналмамыз ғой, шахматты үйде ойнаймыз да, мектепте сыныптастарыңызбен ойнайсыз, қоңырауды ойнап отырсыз. Соның ішінде енді бір қызықты деректерге тоқталсақ, ежелден қалған аңыздар бойынша шахматты ең алғаш болып біздің дәуірімізге дейін 1000 жыл бұрын Үндістанда математик ойлап тапқан екен. Бұл ойын нәзік, яғни математикалық ойынға. Ал балалар, қазір мен сіздерге шахмат тақтасымен және фигуралар сізбен таныстырып өтейін. Балалар, жақындаймыз. Жақындап келе болсақ, балалар, көрдіңіздер ме? Қазір бізде шахмат тақтасы және оның фигуралары. Өздеріңізге белгілі, бізде шахмат тақтасында бір патша, одан кейін бір уәзір, екі піл, екі аттан тұрады, және екі турадан тұрады, одан кейін 8 пешкадан тұрады. Кейбір жүрістерін білеміз бе? Кім ойнау біледі? Көрсетейікші. Пешка қалай жүреді? Қандай түрде тұрады? Алға жүреді, одан кейін әркімсін не қылады? Пешканың жаңағы бір жүрісі былай болады, екінші заң бойынша екінші жүрісі былай болады. Тураныкі, егер пешкамыз былай тұрса, турамыздікі аты тұрғандай тек қана тура жүріп, немесе алға, немесе оңға, немесе солға және тура жүрістер жүргізеді. Одан кейін қараңыздаршы, қолымда менің мынандай түрлері бар. Бүгінгі таңда көптеген нелерден қолданады. Шахматтың тек қана фигурасы болса, қалғанын біз өзіміз қағаздан да немесе қолдан да жасап алуларымызға болады. Ал балалар, қараңыз, келесі біздің слайдта бізде 9 құмалақ ойыны тоқталамыз. 9 құмалақ ойыны туралы бізге әлі оқып қойшы, не деп жазылды? 9 құмалақ қазақтың ұлттық дәстүрлі ойындардың бірі, ақыл ой ойыны. Рахмет, кішкене қатты оқып. 9 құмалақ қазақтың ұлттық дәстүрлі ойындарының бірі, ақыл ой ойыны дейді. Енді біз жаңағы келесі деректерге қарап отырсақ, біз шахмат түрін, балалар алдымызда айтып өттік қой, шахмат түрі 1000 жыл бұрын пайда болған, иә? Ал 9 құмалақ ойыны 4000 жыл бұрын біздің қазақтар дала қойшылары тапқан ойын түрі. Яғни қой бағуға шыққан кезде уақыттарын зая кетірмей, уақыттарын тиімді пайдалану үшін, яғни қойдың қалдығын пайдаланып, құмалақпен сол арқылы жерде ұяшықтарды қолмен қазылып арқылы, яғни осы ойын түрін тапқан екен. Бұл да бізде бүгінгі таңда математикалық ойынға жататын ұлттық ойындардың бір түрі. Ал балалар, қараңыздаршы, менің қолымда қазір шахмат ойыны тұр, иә? Шахмат ойыны. Келесі бізде 9 құмалақ ойыны. Кім қандай ойын түрін таңдайды? Екі топқа бөлек, сіздерге шахмат ойын аламыз. Сіздерге 9 құмалақ. Яғни енді қараңыздар, бұл ойындарды қазір ойнамай тұрамыз. Осы ойын түрлері арқылы, яғни мен сіздермен бірге шығармашылық жұмыс орындаймыз. Яғни мен сіздерге берген 9 құмалақты, яғни сіздердің топтарыңызда 9 құмалақ, сіздердің топтарыңыздың аты шахмат тобы. Мен сіздерге қазір дайын сіздерге не беремін? Ал бұқылықтарыңызды, дәптерлеріңізді бір жерге жинаңыздар да, шетке ала тұрамыз. Одан кейінгі қараңыздар, сіздерге дайын не берді? Енді мирас, мұрател, сіздерге берілген тақырып нарды ойыны, 9 құмалақ ойыны кешіңіздер. 9 құмалақ ойында не білеміз 9 құмалақ ойыны туралы?
Жаңа бір сабақ бойы айтып отырдық қой, соның ішінде не естеріңізде қалды, солардың барлығын жасап дәлелдеп өтеміз. Жақсы ма? Ал енді Алишер, сіздерге берілген таза бетке тақырып бізде шахмат. Шахмат бойынша біз бірге бірігіп әсір жасаймыз. Жақсы ма? Онда бастаймыз. Ал балалар, жұмыстарымыздың бәріміз уақыт болды. Жұмыстардың бәрін тоқтатайық. Енді бірінші топ бізде қандай топ? 9 құмалар. 9 құмалар. Осы жайында Ол ойын ең қиын ойындардан бірі, сондықтан ол ақыл ойды арттырады. 2 ойыншы ойнайды, жалпы 162 құмалақтан болады, 18 ұяшықтан, әр ұяшыққа 9 құмалақтан. Ол бәрекелді жақсы. Келесі. Мұрадик? 9 құмалақта 18 ұяшық бар, әр ұяшықта 9 құмалақтан болады. 4000 жыл бұрын тапылған 9 құмалақты қойшылар уақытта өткізу құмалақ. Бәрекелді рахмет. 4000 жыл бұрын ұмытқандар шахмат ойнап 1000 жыл бұрын 9 құмалақ 4000 жыл бұрын. Екінші топ шахмат тобы. Кім бастайды? Алғашқы Үндістанда пайда болған математика ойлап тапқан және ақыл ой қажет ететін ойын. Әрбір фигураның өзінде жүру ерекшелігі бар. Сосын шах, патша, мат, бітті деген мағына береді. Пайда болған жыл аралығында 30 жеңімпаз болған және бір адамда 38 фигурадан болады. Ол бәрекелді. Рахмет. Ал балалар, сіздерге көп рахмет. Шығармашылық жұмыс осымен аяқтаймыз. Енді шахмат тобы, жаңағы 9 құмалақтың тобын тыңдадық қой. Осы айтқан мәліметтерге толықтырақтарыңыз бар ма? Жоқ, бар дұрыс. Бар дұрыс. Ал 9 құмалақ шахмат тобы? Шахмат ол олимпиада ойындарына болады. Жатады, иә? Осыны қосып кетуге болады еді, жаңағы көздерін жаса, нелеріне. Рахмет. Ал енді балалар, қараңыздаршы, менің қолымда сабағымыздың уақыты жақындап келеді, сондықтан қолымда менің стикер, сіздердің алдарыңызда түрлі түсті фломастер бар. Мен сіздерге әрқайсыларыңызға стикерді таратамын, одан кейін сіздерге мынандай бір өтініш. Біз сабақта қорытындылау үшін рефлексия жасап өтейік. Қараңыздаршы, бастарыңызды көтеріңіздер. Тақтада көріп тұрсыздар ғой, рефлексия табыс ағашы. Бұдан 3 түрдің, алманың 3 түрі, 3 түсімен қызыл, сары, яғни одан екісі жасыл. Егер де сіздер, яғни жаңағы стикерларыңызға қызыл фломастермен сабақтың өту ұнаса, қызыл фломастермен жазасыздар. Одан кейінгісі мына сабақ ұнады, бірақ алып кетері бар деп не болсаңыздар, сары түсті және жасыл түстерді пайдаланып жазуға болады. Ал қайда жаза қоямыз. Жазып болды. Келіп, табыс ағашына еңбектерімізге болады. Келіңіздер. Кім аяқтады? Ол бәрекелді, рахмет. Ал балалар, жаңағы жоғарыда айтып өткен тәсіліміз осымен аяқталды. Үстел ойындарының бойынша бір сағаттың ішінде біраз мағлұматтарды алды. Түсінбеген тұстарыңыз бар ма? Қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Онда сіздерге сабаққа қатысқандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Рахмет. Сау болыңыздар.